күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай үй жағдайында тауық етін пісіру жолын көрсететін боламын. Духовкада пісіреміз, және де құрамына небәрі 2 сағат керек. Өте оңай жасалады, кешкі асқа жасап көрсеңіздер болады. Мінекей, видеоны көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп қойыңыздар, және де видеоның соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен тауық етін жақсылап жуып тазалап аламыз. Енді осындай 2 приправа қолдандым. Тек қана біреуін қоссаңыздар да болады. Мінекей, приправа для курицы с чесноком дегеннен 1 ас қасық, және де для гриля дегеннен жарты ас қасық қостым. Үстінен майонезді қосып, 3 ас қасық майонез қостым. Енді қолымызбен біздің приправамыз жақсы сіңу үшін барлық жеріне осылай жағып шығатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай, құрамы өте оңай, әрі жылдам жасалатын тағамдардың бірі. Мінекей, барлық жеріне жағып болғасын, біздің тауық етін маринадтау үшін 1 сағатқа қалдырамыз. Сонда біздің приправамыз жақсы сіңетін болады. 1 сағат өткесін біздің тауық етімізді пергамент қағаздың үстіне орналастырып, қызып тұрған пеште 180 градуста 80 минут көлемінде пісіріп аламыз. Мінекей, біздің тауық етіміз пісіп шықты. Өте әдемі әрі тойымды тамақтардың бірі. Жасап көрсеңіздер болады. Және де рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға рахмет, және де менің инстаграм каналыма да тіркеліп қойыңыздар.